Баршаңызға сәлем. Бүгін иммунды жүйенің екінші бөлімін жалғастырамыз. Кезекті жасуша ол дендритті жасуша. Жалпы дендритті жасушалар адам организмінде сыртқы ортамен байланысатын жерлерде орналасады. Тері, шышты қабық деген секілді. Олар қан айналымында да кездесуі мүмкін, бірақ ол жерде жетілмеген түрінде. Ал жетілген түрінде жаңағы айтылған жерлерде кездеседі. Жалпы дендритті жасуша сыртқы ортамен байланысқандықтан, егер де сыртқы ортадан адамның ішкі организміне қарай бөгде микробты агенттер енетін болса, яғни антигенді ол таниды. Танығаннан кейін жақын маңдағы лимфа түйініне жеткізеді. Онда Т және де Б жасушалар, яғни лимфоциттер бар, ары қарай иммунды жауап береді екен. Терісі зақымдалса, одан сырттан микроб енетін болса, ол оны таниды, таныс емес бөгде антиген деп таниды. Сосын ол жақын жердегі лимфа түйініне апарады. Ары қарай иммунды жүйе іске қосылады. Келесі жасушалар ол бізде цитокиндер. Жалпы цитокиндердің 100-ден аса түрі белгілі. Цитокиндерді біз жасуша емес, оларды белок деп атағанымыз дұрысырақ. Интерлейкин 1, альфа, бета, 6, 8, 11, 12 деген секілді оның өте көп түрлері бар. Ісік некроздаушы альфа деген секілді. Жалпы цитокиндерді иммунды жүйенің жасушалары әртүрлі: макрофагтар, лимфоциттер, мез жасушалар, яғни көптеген жасушалар цитокиндерді бөледі екен. Барлығы осы цитокиндерді бөледі, бірақ олардың әрқайсының өзінің жеке қызметтері бар. Жалпы олардың әсер ету механизмі, олар өзінің арнайы рецепторлар арқылы жасуша мембранасында орналасқан рецептормен байланысады. Ары қарай ол ондағы жасушаларды, белоктарды фосфорлайды, стат деп аталатын белоктарды фосфорлайды. Ары қарай ол жердегі гендердің транскрипциясын алып келеді, яғни жасушаның геніндегі жасушаның өмірлік маңызды функциялар жазылған ақпаратты өзгертеді және жасушаның функциясы бұзылады. Бұл жасушаның жойылуына алып келеді. Аутоиммунды аурулар кезінде біз цитокиндердің ингибиторларын қолданамыз. Келесі жасушаның типі интегрин деп аталады. Интегрин дегеніміз не? Олар бізде трансмембраналы аралық белоктар. Бұл бізде мембрана деп қарастырамыз. Мынау жасушаның сырты және де іші. Олардың арасында интегрин орналасады. Яғни байқап тұрғанымыздай, олар ішкі және де сыртқы жасушаны байланыстырушы қызмет атқарады екен. Бұл жерде әртүрлі белоктар тасымалданады. Яғни бұл да бізде иммунды процесстерді қабыну процесін жүзеге асыруға көмектеседі екен. Дәл жаңағыдай аутоиммунды аурулар кезінде де біз интегриндерді қолданамыз. Себебі интегриндерді тежеу арқылы жасушаның ішіне бөгде заттар немесе жаңағыдай биологиялық медиаторлар ішке қарай ене алмайды екен. Келесі жасушаның типі комплемент жүйесі. Жалпы комплемент жүйесі ол 20-ға жуық белоктан тұрады, қабыну процесін күшейтеді. Бұл белоктардың барлығы бауырда өндіріледі, сосын қанға түседі, бірақ қанда олар активті емес формада болады. Қабыну қашан басталынады, олар активацияланады. Олардың активациялануы биологиялық каскад ретінде жүзеге асады екен. Олардың активациялануының 3 түрін ажыратамыз: классикалық, лектинді жол және де альтернативті жол. Альтернативті жол бұл бізде С3 белогынан басталынады. Біз жаңа айттық қой, 20-ға жуық белоктар бар деп. Соның бірі С3 белогы. С3 белогы ары қарай ол С5-ті, сосын С5-тен С9-ға дейінгі белоктардың активациялануына, ары қарай жасушаның лезисіне жойылуына алып келеді екен. Екінші жол классикалық жол. Классикалық жол С1 белогынан басталады. С1-ден кейін С4 пен С2 өзіне қосылады, ары қарай С3, С5, сосын С9, яғни С1, С4, С2-ден кейін альтернативті жол секілді активацияланады екен. Үшінші жол ол бізде лектинді жол. Комплемент микробтың сыртында орналасқан моноза байланыстырушы лектин деп аталынатын көмір сумен байланысады. Содан кейін оны антиген деп таниды. Ары қарай ол дәл классикалық жол арқылы жүзеге асады, яғни активацияланады. Жалпы комплемент жүйесі жасушамен байланысқаннан кейін ол үрленген шар секілді тұрған нәрсені инемен тескен кездегі болатын жағдайға ұқсайды. Себебі ол жердегі осмостық қысымның өзгерісіне алып келеді, ол жасушаның жойылуына алып келеді. Комплемент тек бұл ғана емес, тағы қосымша басқа да қызметтерді атқарады. Бірінші мысалы лейкоциттердің транспорты. Қабыну болып тұрған жерге лейкоциттерді
жеткізеді. Анафилактикалық шок дегенді білеміз, ол бізде аллергия кезінде болатын шок. Яғни анафилотоксин ол бізде дәл сол аллергияның белгілеріне алып келетін жағдай. Яғни ол бізде гистаминді көп шақырады. Гистаминді нәтижесінде қан тамырларының өткізгіштігі артады, сосын ол ісінуге алып келеді, яғни дәл аллергиялық белгілерге алып келеді екен. Келесі ол бізде базофил және де мес жасушалары. Жалпы олар сүйек кемігінің жасушалары болып есептелінеді. Сүйек кемігінде қан жасушалары бөлінеді. Қанның қызыл, ақ және де тромбоциттер бөлінеді. Қанның ақ жасушаларына біз базофилдерді жатқызамыз, ал мес жасушалары да, олар да бізде сүйек кемігінен қан өндіруші жасушалардан бөлінеді екен. Базофил және де мес жасушалары аллергияның ең негізгі жасушалары болып табылады. Базофил бізде қан айналымында жүретін болса, мес жасушалары ол сыртқы ортамен байланысатын тері, ішек деген секілді жерлерде орналасады. Жалпы олар аллергияның маңызды жасушалары, ал аллергия кезде гистамин медиаторы өте көп бөлінеді. Және де базофил және де мес жасушалары иммуноглобулин Е-нің рецепторларымен байланыс алады. Ол ары қарай иммуноглобулин Е-ні антиденемен байланыстырады. Сөйтсе, ол жердегі қабыну процесін шақыртады. Мысалы, қабыну процесс болып жатса, ол жердегі қан айналымын, жергілікті қан айналымын арттырады. Көбірек қан келу керек, өйткені олардың барлығы мұнда қабыну болып жатқан жерге барады. Қан тамырларының өткізгіштігі арту керек, өйткені барынша көбірек жасушалар жету керек. Содан кейін ол жерде ісіну пайда болады. Және де тегіс бұлшықеттердің жиыруына алып келеді. Спазм деп айтамыз, бронхоспазмға алып келуі мүмкін. Мысалы, тыныс алу жолдарында. Келесі шырышты қабықтың секрециясы, ол да аллергия кезінде түшкіру, көзден жас ағу деген секілді белгілер осы гистаминнің немесе осы аллергияға қатысты жасушалардың қызметінен болады екен. Келесі жасушалар Т-киллер. Т-киллер немесе біз оларды лимфоциттердің өкілі деп айтамыз. Олар ісікке қарсы және де вирусқа қарсы ең негізгі жасуша болып есептелінеді. Яғни біз қан анализін ашқан кезде, жалпы қан анализін, ол жерде лимфоциттердің жоғарылағанын көрсек, бұл бізде вирусты этиологиялы ауру дегенді білдіреді. Яғни ол жерде вирус бар. Вирусқа қарсы лимфоциттер шабуыл жасап жатыр, яғни лимфоциттер көбейді. Біз қан анализінен көргеннен кейін, біз ол жерге антибиотик бермейміз, біз оларға керісінше вирусқа қарсы препараттарды береміз пациентке. Енді жалпы Т жасушалар организмде қалай жұмыс жасайды? Олар жалпы шабуылды сау жасушаға жасамас үшін оларды тани алады. Яғни сау жасушаларда H деп аталатын рецептор, яғни адамның лейкоцитарлы антигені бар, сол рецептормен байланысады, және де оны сау деп танығаннан кейін оған шабуыл жасамайды. Ал егерде мысалы қызылша вирусымен инфекцияланған жасушаны алатын болсақ, H рецепторының пептидінде өзгеріс болады, сол өзгерісті таниды және оған шабуыл жасайды. Жасушамен байланысқаннан кейін әртүрлі жолмен жасушаның жойылуына алып келеді. Олар апоптоз процесс механизмі іске қосылады. Әртүрлі ферменттерді, протеолитикалық ферменттерді, белоктарды өндіре алады және жасушаның жойылуына алып келеді. Біз неге оларды ісікке қарсы және де вирусқа қарсы деп айтамыз? Ісік некроздаушы факторда және де, яғни ісікке қарсы және интерферон альфаны, яғни вирусқа қарсы арнайы цитокиндерді тікелей өндіріп шығатындықтан, олар тікелей осы нәрселерге қарсы әсер көрсетеді екен. Мысалы, ісік пайда болса организмде, онда мұндағы жасушаның өзгерісін байқайды рецепторынан, сөйтіп оған шабуыл жасайды екен. Жалпы екінші бөлім осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі жолы иммунды жүйенің үшінші бөлімін шығаратын боламыз.